Ассалаумағалейкум қарапайым мастердің көрермендері. Естеріңізде болса, алдыңғы видеомның бірінде мен сіздерге инкубаторда қалай жасалатынын көрсеткен болатынмын. Ал осы жолы мен сол жасаған инкубаторды тексеріп көрмекпін. Яғни инкубатор арқылы балапан аштырамын. Алдымен мен қала сыртындағы өз фазендама барып құл жұмыртқаларын алдым. Мен сіздерге жұмыртқаны көрсетпей тұрып, өз фазендам жайлы қысқаша ақпарат бөлісе кетейін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл кәдімгі тауықтың балапандары өте сүйкімді, тіпті түрлеріне қарап сүйсінесің. Онымен қоса бұл фазендада үйрек, үндік, ит, мысық және ірі малдар асыраймыз. Саламатсыз, қалай сізге жай ұнай ма? Біздің қораздардың ашу жаман. Әрине, әр топтың басшысы болады. Сол секілді бір басшы қораз мені бөтенсіп өз қорасынан қуып шықты. Ал ірі малдарға келетін болсақ, бұл жерде әрине бие, құлын және бұқа да бар, және мінетін үлкен аттар да бар. О, құнан, қарағынан, жалдың қарасаңыз ешқандай. Шымкентте жел қатты отыр, содан шаң басқып түсті жел. Молодец, ақылшық. Мен барған тұстарда айналам өте керемет жап-жасыл болып тұрды, бірақ өте қатты жел болды. Бұл жақта тағы погрузчик айдауға болады. Бұл қораның қызықтары осындай, және де атқа мініп шапқан тіптен керемет. Мен әрбір демалысымды осы фазендаға арнаймын. Себебі бұл жақта өте қызықты және еңбек етіп көп жұмысты үйренесің. Ал енді өз қарапайым мастерскойымызға оралып, жұмыртқаларды орнатайық. Егер де осы инкубатордың жасалуын көрмеген адамдар болса, менің алдыңғы видеоларымды көріңіздер, сол жерде осы құрылғының қалай жасалатынын көрсеткен болатынмын. Және де инкубатор жайлы білетін ақпараттарымды қысқаша айта кетейін. Жұмыртқа 21 және 22 күн арасында ашатын болады. Және біз бұны 37-38 градус аралығында сақтап отыруымыз керек. Бізге осы жұмыртқаның екі бөлігін фломастер арқылы белгілеп аламыз. Себебі менің естуімше бұл жұмыртқаны күніне 2 реттен ауыстырып отыру керек. Әрине, влажностьті да ұмытпаймыз, яғни қазақша айтқанда ылғалдылық. Бұл да маңызды рөл атқарады. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет, және каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Ал мен сіздерге дәл осы жұмыртқалардың қалай ашылғанын көрсететін боламын. Ендеше менің каналымдағы басқа да қызықты видеоларды көріп бағалап кетіңіздер. Дәл 21 күннен кейін мен сіздерге осы видеоның шешімін көрсететін боламын. Яғни балапандар шықты ма, немесе шықпады ма? Әрине шығады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.